Баяғы өткен заманда Қазғұрт тауының етегінде айдын көл болыпты. Сол көлге бір аққу келіп амалсыз тұрақтап қалады да жыл сайын балапандайды. Балапандарының қанаты қатая бастағанда ерінбей жалықпай сонау аспанмен таласқан Қазғұрт тауының басына шығарып, аққуларды өздерінің ата мекеніне қарай ұшырып жібере береді екен. Жас аққулар сөйтіп ата мекеніне қайтатын көрінеді. Балапандарын ұшырып жіберген аққу Қазғұртта біраз әл жинау үшін аялдап қалады. Көп ұзамай ата мекенін, балапандарын сағынады. Сол сағынышпен елге оралып ұшып келе жатқанда жол торып жүрген бидайық құс қуа жөнеледі. Бірақ бидайық құс қанша қуса да аққуға жете алмапты. Жолда бар қиыншылықты көріп, арып-ашып еліне оралып, өз балапандарын аймалапты.